Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен біз қазақ елі арнасы. Бүгін сіздерге қазақ хандығының соңғы тағына келген Кенесары хан жайлы айтатын боламыз. Кенесары хан қазақ даласына 10 жыл билік өткізді. Сол 10 жыл ішінде қазақ хандығының бұрынғы қалпына қайтару үшін күресті. 1937 жылы билікке келе салысымен өмірі қырғын соғыспен басталды. Себебі Кенесары ханның билік басына келетін тұстағы қазақ хандығының жағдайы өте мүшкіл еді. Бай ұрпақтарының бақталастығы, патша үкіметінің отаршылық жүйесінің күшеюі, Абылай хан өлгеннен кейінгі 300-дің бөлініп кетуі осы жағдайлар себеп болды. Жылдары қазақ хандығының хандарын орыс басшылары өзіне қарсы келсе биліктен түсіріп, ал өзіне қарсы келмей өзінің айтқандарын істесе билікте сол қалпы қалдырып отырған. Қазақ хандығы деген аты ғана болмаса, орыстар басқаратынды. Барлық түркі жұрттарының басының қосылуын аңсаған еді. Кенесары хан тағына отырғаннан кейін көтеріліске қатысушылар әскери қимылын үдете түсті. Олар қоқандықтардың елеулі күштері бекінген Жүлек, Ақмешіт, Жаңақорған, Созақ қамалдарын қоршауға алды. Сонымен қатар Кенесары өзінің басты мақсаты азаттыққа қол жеткізу үшін ортақ жауға қарсы 300-дің күш біріктіре күрес жүргізуі керек екенін түсінді. Алайда ұлт азаттық күрестің 1844-45 жылдары қарқыны үдей түскен кезеңде де қазақтардың басы толық бірікпеді. Көтерілістің бас кезінде қазақтар қарама-қарсы екі топқа бөлінді. Бірі Кенесары жағында болса, екіншісі патша үкіметінің жүргізген саясатын қолдады. Кенесары мемлекетті басқаруда шариғаттың негізгі ережелерін енгізді. Сонымен бірге билер сотын қалпына келтірді. Мемлекет пен оның әскерін нығайту жолдарын жетік білетін хан мұсылмандық құқық ережелерін бекітті. Салық саясаты да оны тиімді жолмен жинауға бағытталды. 1846 жылы Ресей жасақтары мен отаршылдыққа бойсұнған қазақ сұлтандарының әскери құрылымдары оны кіші жүз және орта жүздер аумағынан ығыстырды. Кенесары Қасымұлы хан саясаткер дипломат ретінде қазақтың 300 руларының едәуір бөлігін өз туы астына біріктіре алды. Әскерінің жалпы саны кейде 20 мың адамға дейін жетті. Халықтың бас көтеруіне орта жүздің көптеген сұлтандар мен билері қосылды. Кенесары мемлекет құрылымына көп көңіл бөлді. Елді басқаруда жаңа құрылымдар мен ережелер енгізді. Сонымен бірге істен шығарылған құрылымдарды қайта қалпына келтірді. Әскер қатарында қатаң тәртіп орнатты. Әскерді ұзақ дала соғыстарына бейімдеу үшін мыңдықтар мен жүздіктерге бөліп басқару құрылымын құрды. Ол қажет ақпараттарды жеткізіп тұратын тыңшыларына да сүйенді. Саяси күрес пен дипломатияның тиімді әдістерін қолданды. Мемлекеттің ішкі саясатын хан өзі қатаң бақылауға алды. Ру аралық қақтығыстардың жолын кесті. Қоқаннан қайтып келгеннен кейін Кенесары орта жүздің жеріне келген, бірақ оған дейін Ресей шешуші әрекеттерді ойластырды. Содан орта жүзде күресті жалғастыру мүмкін емес болды. Сонда Кенесары ұлы жүзге бару туралы шешім қабылдады. Ұлы жүзге інісі Наурызбайдың қасына 100 жігітті оларға көшпенді жер бөлуіне жіберді. Рүстем Сұлтан Наурызбайды қабылдап жер бөлуді және Кенесарыны қолдайтынына уәде берген. 1846 жылы хан орта жүзден кетті. Ұлы жүздің аумағына келген ол қырғыз манаптарымен келіссөздерді бастады. Олар ханды қолдаймыз деп уәде берген. Негізінде қосарланған саясат жүргізген болатын. Екі жақтың арасындағы тыныштықты қырғыздар Саурық батырдың өлтіргенімен бұзды. 1847 жылдың сәуірінде олардың әрекеттеріне жауап ретінде Кенесары 15 мың әскерімен Қырғызстанға басып кірді. Бұл шабуыл өте қатал болды. Содан қырғыздар соғысқа дайындықты бастады.
Майтөбе қаласында Кекрик Сенгирді орманының жетекшілігімен қырғыз манапасымен шайқас өтті. Бірақ шайқас кезінде Сұлтан Рүстем мен Сыпатай Кенесарыны сатып кетіп, оның әскерінің басым бөлігін алып кетті. Шайқас бірнеше күнге созылды. Кенесары ұсталып және тұтқында 3 айдай болған. Өйткені қырғыздар онымен не істейтінін білмеген. Содан оны өлтіру туралы шешім қабылданды. Көз жұмбас бұрын Кенесары намаз оқуға рұқсат сұраған. Басынан айырылды. Оның басын қырғыз манабы Ормон Балауыз мөрімен жазылған хатпенен Батыс Сібірдің генерал-губернаторы Горчаковқа сыйлап, қырғыздардың Ресей империясына деген адалдығын көрсеткісі келді. Осылайша қазақ хандығының соңғы ханы Кенесары хан өлім құшты. 300-дің басын қосып патша үкіметіне қарсы шығуды ойластырған хан еді. Видео ұнаса арнаға жазылып, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер.